Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай медовый печенье дайындаймыз және бетіне сурет салуға глазурь дайындайтын боламыз. Ол үшін отқа сары майды салып, оның үстіне құмшекерді қосып, бір келкі болғанша құмшекеріміз ергенше, майымыз ергенше отта ұстаймыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін осындай простой балда болады. 2 ас қасық балды қосып, тағы да бір 2-3 секунд или 10 секундтай осылай араластырамыз. Одан соң 1 шай қасық содамызды қосқан кезде осылай аппақ болып көтеріледі. Астын өшіріп қоямыз. Одан соң араластырып болған соң сәл суытамыз. Сол кезде жұмыртқамызды бөлек жарып дайындап аламыз. 2 жұмыртқаны жарамыз, 3-ші жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлеміз. Сары уызын осы тестаға қосатын боламыз. Осылай араластыра отыра жұмыртқамызды қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель қосып, осылай ұнның жартысын қосамыз. Одан кейін жақсылап араластырып, оны холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Ұнның жартысын қосып, осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырып, оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ол кейін массамыз қатаяды. Одан соң глазурь дайындауға кірісеміз. Жаңағы ақ уызымызды, бөліп алған ақ уызымызды, оған 170 граммдай сахарный пудра қосып, осылай бір келкі болғанша араластырамыз. Егер де глазурларыңыз сұйық болып қалса, тағы да сахарный пудра қосуға болады. Или қатты болып қалса, 1-2 тамшы су құюға болады. Өздеріңіз массасына қарай көресіздер. Бүйтіп сурет салған кезде ол үзілмеу керек. Үзіліп кетсе, онда сіздіңгі плотный деген сөз. Одан кейін чайный ложканың ұшымен қана лимон шырынын қосамыз. Ол біздің массаға аппақ түс береді және керемет дәм береді. Осылай дайын болған глазурьды кондитерский мешокқа салып дайындап қоямыз. Біздің печеньелеріміз піскен соң бетін әдемілеп сәндейтін боламыз. Осымен біздің глазурьіміз дайын. Енді біздің холодильникте тұрған массамызды алып, үстіне қалған ұнды салып, плотный өте қолға жабыспайтын керемет, осындай видеодағыдай керемет қамыр илейміз. Бұл қамырымызды енді противеньге пергаментный қағаз төсеп, жақсылап осылай кішкене майда-майда шариктер жасаймыз. Кейін бұл 2 есе көтеріліп, одан да объемы ұлғаятын болады. Үйлеріңізде осындай ожау болса, осындай форма жасасаңыздар болады. Немесе вилкамен жасауға болады. Әртүрлі формаға келтіріп, 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Формасын келтіргенде осындай миксердің венчигінде қолдансаңыздар болады. Және де насадкаларыңыз, елка, болмаса домалақ насадкаларыңыз болса, олармен де жасауға болады. Кейін осындай новогодний оформление жасасаңыздар да болады. Мына глазурьден новогодний оформление жасап, дастарханға қойсаңыздар өте әдемі көрінеді, өте әдемі болады. Немесе кез келген жазуды жазуға болады. Мен өз каналымның атын жаздым. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Алда әлі талай керемет рецепттер шығатын болады. Баршаңызға рахмет.